Сәлем достар, қал-жағдайларыңыз қалай? Сіздермен бірге кондитер Қазығұрт. Бүгін мен сіздерге дәл осындай өте дәмді болатын, еттері жұмсақ болып пісетін қуырдақтың рецептімен бөлісемін. Егер де менің каналыма тіркелмесеңіз, тіркеліп, қоңырауша батырмасын басып кетіңіз. Ең алдымен пиязымызды алып, осылай ұзынша етіп турап аламыз. Сосын еттерімізді алып тураймыз. Қуырдақ жасаған кезде еттеріңіз сүрленбеген және де тұздалмаған болуы қажет. Яғни свежий жаңадан сойылған ет болса тіптен жақсы. Картоптарымызды осылай ірі-ірі етіп турап аламыз. Қазанымызға майымызды құямыз. Қызып тұрған майымыздың үстінен пиязымызды салып, 1,5 минуттай қуырып аламыз. Қуырылып жатқан пиязымыздың үстінен етімізді саламыз. Және де жақсылап қуырып аламыз. Еттің үстінен мен қарабұрыш және де тұз салдым. Сіздер кез келген дәмдеуіштерді салсаңыздар болады. Дәл осындай еттің қуырылып жатқан кезінде салсаңыздар өте дәмді болып шығады. Еттеріңізге дәмдеуіштеріңіз сіңіп, керемет болып шығатын болады. Ал енді жарты кесе суымызды алып, етіміздің үстіне құямыз. Және де етімізді осылай тегістеп, бетін жауып, бір қайнағаннан кейін кішкене отымызды төмен түсіріп, қақпағымызды кішкене ашып қоямыз. Еттерім 1 сағат көлемінде осындай суға бұқтырылып тұрды. Ал енді үстіне сәбізімді, картошкамды салып, 1 рет араластырамын. Содан кейін барып, қақпағын кішкене жанын ашып қойып, бетін жауып қоясыздар. Ал егер де сіздердің суларыңыз осындай көп болып тұратын болса, қазандарыңыздың қақпағын жаппай, кішкене қайнатып алсаңыздар, сонда суы тартылатын болады. Міне менің қуырдағым дайын болды. Сіздер де картоптың піскенін мен сияқты 2-ге бөліп көрсеңіздер болады. Арасында тұзын көріңіздер. Тұзы өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша салсаңыздар болады. Барлықтарыңызға жасап көруге кеңес беремін. Жасап жатсаңыздар, баршаңызға ас болсын. Ал егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, подписация батырмасын басып, қоңырауша батырмасын басып қойсаңыздар, менің салған видеоларым сіздерге ең бірінші болып көрінетін болады.